Ассалаумағалейкум, қымбатты телекөрермен. Қызылорда қоғамдық телеарнасында спортсмен хабар және оның жүргізушісімен Алданазар Нағымет. Бүгінгі шығарылым сыр елінде тұңғыш рет бастау алған бала барысы 2022 өз шымылдырығын түрді. Кім мықты, кім жүйрік? Оны білу үшін бізбен бірге болыңыздар. Республика көлемінде тұңғыш рет бала барысы 2022 аламан додасы сыр топырағында бастау алды. Үлгі тура Қазақстан барысы, тек балалар арасында. Өңірден іріктеліп, мықтылығын өз ауданында дәлелдеген өрелі өрендер қала орталығында мықтылығын тағы дәлелдеуге келді. Иығына бөлтірік асынған қасқыр мінезді балуандар белдесу алаңына жігерлі бет алды. Оларда әділ әрі сапалы күресуіне төрелік өтетін төрешілер де сақадай сай. Боз көлемдегі барыстарды жігерлендіріп, сайыс көркін үдете түскен қала әкімі Асылбек Шаменов арнайы келіп байрақты бәсекені салтанатты ашып берді. Ұлтымыздың өмір тарихымен тығыз байланысты қазақ күресі, ат жарысы, ақындар айтысы сияқты қазақ халқы өнерінің ажырамас бір бөлігі болып саналады. Халқымыз күш жүйесін алып, толағай, балуан деп атап, ерекше қасиет қонған адам ретінде таныған. Көшпенді халықтың жыл 12 ай далада өмір кешіп, үнемі қозғалысты болу тірлігі жас баладан бастап еңкейген кәріге дейін дене күш дайындығына ерекше талап қойғаны белгілі. Сондықтан қазақ күресінің ауқымы көкжиегі өте кең. Қазақ күресін жетік меңгерген адам өзге халықтардың күресін еркін меңгеріп кетеді. Кейбір әдістер күрестің классикалық түрлеріне сай келетінін айта кеткен дұрыс. Қазақ күресінің ең бір ерекшесі тұсымында төрттағандау, яғни партер жоқ. Әрине, осындай ғажап күресі бар қазақтың әлем мойындаған күш атасы Қажымұқандай талай даңқты балуандарының шығуы заңдылық. 2011 жылы ұйымдастырылған алғашқы Қазақстан барысы турнирінде қызылордалық Ұлан Рысқұловтың топ жаруы сыр елі, жыр елі ғана емес, қасқыр жүректі балуандар туғызған қастерлі топырақ екенін айқын дәлелі десек қателеспейміз. Ұланның жеңісті жолын жалғаған Еламан Ерғалиев, Нұрым Сәлімгереев, Мақсат Исағабыловтай мықтылар бүгінде үлкен ареналарда ел намысын абыроймен қорғап жүр. Құрметті турнирге қатысушы жас балуандар, қазақ күресі нағыз текті күрес түрі. Балуандардың жауырын толық жерге тисе ғана таза жеңіс болып есептеленеді. Ол нағыз білек күші бұлқынған, қарсыласының жігерін құм қылған апайтөс алыптардың күресі. Сондықтан сайдың тасындай іріктелген сіздерге қарап тұрып қазақ күресінің келешегі кемел, болашағы жарқын болуына сенімдемін. Алдағы уақытта бала барысы турнирінің дәстүрлі сипат алуына жүйелі жұмыстар жасалып, бұл байрақты бәсекеде айрықша күш жігерін танылған темір қанат жас түлектер көптеген дүбірлі додаларда алашқа олжа салады деп ойлаймын. Жарысқа қатысушы жас балуандарға сәттілік тілеймін. Бала барысы турнир ашық деп жариялаймын. Рахмет. Өңірдің 7 ауданынан іріктелген 30 балуан кім мықтына санаулы сәттерден соң анықтайды. Алдымен ел есімін асқақтатар азаматтардың жүрегінің тұсына қолын қойып, рухтанып, әнұранды бір шырқап алды. Қазақстан барысы додасының алғашқы баспалдағы саналатын тұңғыш рет өткізіліп отырған бала барысы 2022 осылайша шымылдырғын түрді. 2009-2013 жылы туылған кіші жасөспірімдер арасында бастау алған сайыста балуандардың белі мығым, күші қайратты. Жас болса да ерік жігерін қолға алып белдескен спортшылардың қарқыны жоғары. Осылайша әр ауданның мақтанышы татами төрінде кіммен қарсылас болатынын анықтап жеребеге түсті. Бала барысы 2022 дәл қазіргі таңда татами төрінде тұрған 30 балуан өздерінің жеребе арқылы кіммен күресетінін анықтап жатыр.
Міне, осылайша палуандар арқарлы жігерімен белдесу үшін дайындыққа кірісті. Спортшылар мен жаттықтырушылардың толғанысын босаңдатып, көрерменге ерекше көңіл күй сыйлап, әншілер сылбырата ән шырқада, бишілер мың бұрала би биледі. Сонымен алғашқы кездесулерде басталды. Сен тұр, мен атайында алға тартқан спортшылар бірінен бірі асуда. Бұл дүбірлі доданы қолға алғанымызға 1 ай болды. Мұндағы басты мақсат бәсекелестік емес, өңір жастарын салауатты өмір салтын ұстануға шақыру дейді ұйымдастырушылар. Бүгінгі шара Қызылорда қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен алғаш рет бала барысы балалар жылы аясында және қала күні мерекесіне орай балалар арасында 2009-2010 жылы туылған бала барысы 2022 қалалық ашық біріншілігі ұйымдастырылуда. Жарысқа аймағымыздың барлық ауданынан балалар қатысуда. Жалпы жарысқа 30 бала қатысуда. Бүгін бұл система Қазақстан барысының системасымен бірдей. Тек балалар жылының аясында балалар арасында ұйымдастырылып отыр. Алғаш рет шараның жоғары дәрежеде ұйымдастыруға барынша атсалысудамыз. Себебі бұл қазақ күресі балаларымызға жастайынан ұлттық спортты насихаттауға, салауатты өмір салтын ұстануға шақырамыз деген ойымыз бар. Сондықтан да бүгінгі шараны ұйымдастырудамыз. Балалардың дайындығы өте жоғары дәрежеде. Бұл шараны біз қолға алғанымызға 1 ай болды. 1 ай бұрын барлық аудандарға, аймағымызға ережесін дайындап жібердік. Олар өздерінде іріктеу сындарын өткізіп, сол жергілікті аудандардан іріктеліп деген шын жүйріктер, ауданның жүйріктері осы жарысқа қатысуда. Сондықтан бұл шараның дәрежесі жоғары дәрежеде. Алдағы уақытта келесі жылы Қазақ күресі ассоциациясымен қазір келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Республикалық деңгейде өткізуге жоспарымызда бар. Балуандар шымыр, жаттықтырушылар берік, көрермендер қолдауы ерекше. Жан алысып, жан беріскен спортшылардың тек жүйрігі ғана жеңімпаз атанады. Бір айналымда бір ғана мүмкіндігі бар спортшылардың әттеген ай деген тұстары көп. Дегенмен, шын мықты болсаң тұсау жоқ деген тәмсілді ұмытпаған жөн. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай, міне бала барысы 2022 сыр елінде алғаш рет өткізіліп отырғандықтан да болар біздің спортшыларымыздың дайындығы, сайысқа деген қобалжуы өздері байқалып-ақ тұр. Бірақ дегенмен де біздің палуандар мықты дайындалып келген. Біз дәл қазір келесі шығатын палуанмен сұхбат құратын боламыз. Бауырым, есімің кім болады? Мұхаммеджан. Жаңақорған ауданынан келіп отырсың ғой. Бүгінгі дайындығың қалай сайысқа деген? Жақсы. Орындар қатарынан көрінем деген ниет бар ма, ой бар ма? Құдай қаласа көрдік. Жалпы өзің қай спорт түрімен айналысып, күрес түрінің қай спорт түрімен айналысасың және қанша жыл уақыт болды? Қазақ күресіне қатысам, 5 жыл болды қатысқаным. Енді өзің бағанан бері шығып жатқан палуандардың күресін көріп жатсың. Жалпы жігіттердің дайындығы қалай екен? Аласар ма, күш бар ма алуға? Жақсы, жетсе болады. Жаңақорған ауданының атын биікке көтерем дейсің ғой? Құдай қаласа көтерем. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай, палуандардың дайындығы өте жоғары. Мына жерде барлығы қазір дайындық үстінде. Бала барысы 2022 кімге бұйыра деген бірге білейік. Міне, осылай спортшылардың жанына барып, ерік жігерін арттыра отырып сәттілік тілеп жүрдік. Сайыс бар жерде жеңіс те қатар жүреді. Сондықтан бүгінгі кеште бұл ұғымдардың екеуі де қатарласа шабуда. Боз кілемді бақылауға алып, сайыс тізгінін өз қолына алып отырған өңірге белгілі азуынды ақын Ақжол Түменбай жас барыстардың еңсесінен ауыр жүкті жеңілдететін қанатты сөздер жеткізіп, жігерлерін өдете түсті. Ал байрақты бәсекенің куәсі болып, жастардың спортқа деген белсенділігі жыл өте ілгерілемесе, еш бәсеңдемеген деп баға берді спорт ардагерлері. Енді мынау жаңа көріп отқандай, мынау Алтын Сарайда мынандай деңгейде өткізіп отқан бірінші рет болып отыр Қызылорда облысында, Қызылорда қаласында.
мына баяғы біздің күресіп жүрген 60-70 жылғы деңгейден әлде қайда жоғары деп есептеймін. Өйткені мен өзім білетін, мен өзімде осы күреспен айналысқанмын, қазақ күресімен күрестім бірінші. Содан кейін самбо, содан кейін дзюдо күресімен күрескенбіз. Сондықтан мен айтарым, мынау қазіргі жастардың, жаңа байқап отырмын, деңгейі өте жоғары. Өйткені бұлардың қазіргі мына біздің егемендік алғаннан кейінгі шет елдерге шығып жүр, жастарда болса, шет қалаларға шығып жүр. Сондықтан бұлардың деңгейі конечно жоғары болады. Біздердің кезімізде ондай бізде мүмкіншілік болған жоқ. Совет үкіметінен арман қарай асып кете алған жоқпыз Москвадан жоғары. Мен бұныған 100% айта аламын. Бұл біздің Қызылорда қазір өткізді, бірінші рет өткізіп жатыр. Енді келешекте басқа облыстарда өткізеді. Сондықтан 100% айта аламын, өткізеді деп, арман қарай жалғасын табады деп. Өйткені біздің мына Барыс Қызылордада бірінші рет бізді өткізгенде, одан кейін бүкіл Қазақстан алып кетті. Оны өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан бұл мынау бала барысы олар да жалғасын табады. Көбіне сайыс көркін қыздырар спортшылардың үлесі көп деп жатамыз. Дегенмен бұл орайда үлкен еңбек төрешілер тарапынан да маңызды рөл атқарады. Бір есе жіберген сәт спортшының тағдырына тікелей әсер етеді. Сондықтан көпті көзге көрген сала ардагері аса ыждағаттылық керек дейді төрешілерге. Қазіргі мына төрешілерден қателік болмайды деп айта алмаймын. Өйткені күресіп атқанда мына сол жағынан қарасаң басқаша не береді. Оң жағынан қарағанда басқа береді. Ол енді істейін деп істемейтін шығар төреші. Бірақ енді жаңағыдай қателіктер кетеді ғой, ол онсыз болмайды. Бірақ соны тоқтатып, қайтадан түзеп жіберуге осы отырған төрешілердің мүмкіндігі бар. Тоқтатып. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, бір жасөспірім лақтырып жібергенде, оған бір ұпай беріп еді, оны тоқтатты да, неғылыпта таза жеңіс берді. Енді анау байқамай қалды. Бала барысы өте тартымды да тартысқа толы өткізіліп отырған аламан бәсеке болды. Күш пен ептілікті сынға салып жатқан спортшылар арасынан тең дәрежеде өнер көрсетіп жатқан палуандар да кездесті. Олар қайтпек? Әрине, шешуші қадам белдесу. Немесе күрес алаңынан шығып кетсе, онда сол палуан жеңіліске ұшырайды. Бұл қазақ күресінің ережесі. Қазақ күресі қазір әлемге үлкен дәрежеге ие болған спорт түрі. Ал басталды. Бір минуттық белдесу. Дәл осы сәтте айтылады. Мемлекеттеріне белбеу кетеді. Күрес тоқтатылды. Күрес тоқтатылды. Жеңіске біздің үлгідегі палуан жетті. Көп үлгідегі палуанның қолы белдікпен шығып кеткен дейді төрешілер. Жаңа ескерткеніміздей, белдікте қолы шыққан палуан жеңіске ұшырайды. Немесе қызыл белбеудегі палуанды жеңіспен құттықтаймыз. Құрметті көрермен, бала барысы 2022 өте жоғары деңгейде өтуде. Өздеріңіз көріп отырғандай, көрермендер тарапынан қолдау да ерекше. Палуандарымыз татами төрінде белдесіп кім мықтыны анықтап жатыр. Ал бала барысы 2022 атағы кімге иеленеді? Оның оларға арналған жүлде қорлары да қазір белгілі болып тұр. Дәл қазір бала барысы қола медаль, ол 50 мың теңге қаржылай сыйақы берілетін болады. Ал екінші орынға бізде күміс белбеу 100 мың теңге ақшалай сыйақы, және бала барысы 2022 алтын белбеу иегері 150 мың теңге қаржылай сыйақы алатын болады. Және де бұл бала барысының бір ерекше тұсы, айта өтетін жайт, алтын тұяқ тігілуде. Яғни бұл біздің бала барысы сайысы жыл сайын өтпек ниетте. Яғни биылғы жеңімпаз келесі жылы да, яғни одан кейінгі жылы да жеңіске жетсе, бұл алтын тұяқ өзінде қалады. Немесе
басқа палуанға бұйырады. Бұл алтын тұяқ ауыспалы кубок ретінде есептелінетін болады. Аудандардан бөлек біздің қала орталығынан да бұл белдесуге қатысуға ниет білдірген бала балуандар көп болды. Дегенмен де шаһар орталығынан да іріктелген балуандар ғана өрелі өнер көрсетуде дейді жаттықтырушылар. Бүгінгі бала барысы 2022 турниріне бүкіл Қызылорда облысының аудандарымен және Қызылорда қаласының палуандары белдесуде. Бұл белдесуге Қызылорда қаласынан 6 спортшы қатысты. Оған қалалық дене шынықтыру бөліміне қатысты Қажымұқан спорт клубынан 2 палуан қатысуда. Қазіргі таңда Қызылорда қаласының палуандары жартылай сынға шығуға дайындалып жатыр. Құдай қаласа көп үмітіміз көп. Бүгінгі бала барысында жеңіске жетеміз деген сенімдеміз. Бүгінгі басқа Қызылорда қаласынан осы барыс өтем дегенге дейін іріктеулер өтіп, Қызылорда қаласының бүкіл спорт мектептері және де Қажымұқан спорт клубының спортшылары қатысты. Жарыс өте үлкен деңгейде өтіп жатыр. Рахмет. Құрметті көрермен, өздеріңіз естіп отырғандай, екінші айналымның соңғы белдесуі дәл қазір татами төрінде 2 палуан Арал ауданы және Жаңақорған ауданының палуандары жан алысып, жан берісіп, яғни полуфинал келесі кезеңге өтуге жанталасып жатыр. Дәл қазір кім жеңетінін бірге анықтайтын боламыз, құрметті көрермен. Дәл қазір көріп отырғандай, бала барысы 2022-ден бір тағы ерекшелігі, яғни вар қондырғысы қойылған. Бұл жерде 2 палуанның күресу уақытында қате кемшіліктер болғанын, немесе қандай да бір әдіс тәсілдер нақты шыққанын білу үшін осы қондырғы арқылы төрешілер бақылап білетін болады. Өздеріңіз көріп отырғандай, қондырғы арқылы нақты әдістің таза жасалғанын анықтап, Жаңақорған ауданының палуаны жеңіске жетті, құрметті көрермен. Құрметті көрермен, өздеріңіз экран артында тамашалап отырғандай, бала барысы 2022 өте қарқынды өтуде. Дәл қазір Бозкөлемнен жартылай финалға жолдама белдесуінде жеңіске жетіп, жолдама алып отырған біздің Қызылорда қаласының номері 1-ші мамандандырылған спорт мектебінің оқушысы қазір бізге сұхбаттауға келіп отырмыз. Бауырым, енді өзіңнің бар күш-жүгеріңді жаңа Бозкөлемде салдың, оны барлығымыз көріп тұрмыз. Не жетіспеді деп ойлайсың өзің? Бәрі жақсы болды, бәрі жетті. Просто күші көпкен олағанда. Қарсыласыңның осал тұсын анықтай алдың ба өзің? Енді келесі қарсыласыңды да бақылап, бұл Бозкөлемдегі жіберген қателіктерді жібермеуге тырысасың ба? Тырысам, ол баланы да жақсы танымын өзім. Неде ішке келіп жүрген балалар.
Бала барысы 2022 атағын алуға өзіңнің іштей сенім жігерің барлығы жеткілікті болып тұр ма? Иә, жеткілікті тұр, бәрін жетіп алайын деп тұрмын. Тек қана сәттілік тілейміз, бауырым. Құрметті көрермен, көріп тұрғандарыңыздай, әрбір спортшы, әрбір палуан бала барысы 2022 атағын иеленгісі келеді. Сондықтан да әлі де анықталу үстінде дәл қазір боз кілемге келесі палуандар шығатын болады. Оны бірге анықтайтын боламыз. Жартылай финалға өтудің қуанышы ма, әлде кезек-кезегімен түскен белдесулердің әсері ме? Шаһар атынан соңғы қадамдарға дейін жеткен Исламбек жартылай финалдан өте алмады. Қарсыласы қармақшылық Әлихан Әлиасқаров мықтылығын боз кілемде дәлелдеді. Дегенмен де үміт жоқ емес, алда үздік-үштікке талас. Қызылорда қаласының спортшысы Баймолдаев Исламбекпен Қармақшы ауданының намысын көтеріп келген Бақытжан Арқар белдесті. Мұнда олжалық айтуға жартылай кезеңнен сүрінген қос барысқа да мүмкіндік бар. Құрметті көрермен, дәл қазір үшінші орны, яғни қола белбеуге біздің палуандар боз кілемде бақ сынасуда. Кім мықты, кім жүйрік екенін дәл қазір татами төрінде Қызылорда қаласының палуаны мен Қармақшы ауданның палуаны өз күштерін сынасуда. Үшінші орын бізде айта кетейік. Қола белбеу 50 000 теңге қаржылай сыйы бар. Құрметті көрермен, кім мықты, кім жүйрік екенін бірге анықтайық. 37 ғана небәрі секундтар ғана қалды. Қазір үшінші орын иесі кім екенін бірге анықтайтын боламыз. Осылай кезең-кезеңді артқа тастаған кіл мықты спортшылар сынға төтеп беріп, ақтық мәреге дейін жетті. Финалдық бәсекеге тартысқа толы, көрермен көзінің балуандардан еш жалтармауына әкелді. Мұнда әрбір минут, секунд маңызда. Десе де ептілік пен ержүректігі қатар шапқан палуан ғана жеңіс тұғырынан көрінбек. Құрметті көрермен, көптен күткен шешуші сәт, ақтық мәре, бала барысы 2022 дәл қазір анықталмақ. Жаңақорған ауданы мен Қармақшы ауданының палуандары боз кілемде белдесуде. Әзірге қызыл белбеудегі палуанның бір жамбас және бір жарты ұпайы бар, демек алда келе жатыр. Бірақ күрес аяқталам дегенше әзірге 1 минут 57 секунд уақыттары бар. Бала барысы 2022 кім атанбақ? Бірге білейік, құрметті көрермен.
Осылайша сыннан сүрінбей өткен қос барыстың мықтысы белгілі болды. Соңғы сәтте өзінің жігерлі өрен екендігін дәлелге келтірген Қармақшы ауданының тумасы бала барысы 2022 Әлиасқаров Әлихан атанды. Бала барысы 2022 осылайша өз мәресіне жетті. Кедергілер көп, сындарлы сәттер жетерлік. Тек спортшы балуандарымызға төзімділік пен қайсарлық қажет. Сайыс соңында сыннан сәл ғана сүрінген Жаңқылыш лақап атымен Бақытжан Арқар көрермен көзайым атанып 20 мың теңге ақшалай сыйақыға ие болды. Қола белбеу Баймолдаев Исламбек Ақұдай аты үздік үштікке енді. Ал күмістен көрінген Жаңақорған барысы санаулы секундтар қалған уақытта жеңіп тұрып, қарсыласына есе жіберген Ержанов Дінмұхаммед күміс белбеуді беліне байлады. Бала барысы 2022 алтын белбеу және ауыспалы алтын тұяқ иегері Қармақшылық жас барыс. Әлиасқаров Әлихан, Қармақшы ауданы, лақап аты Семетей Жалын. Қошемет көрсек, құрметті көрермендер. Өтпе сайыстың алтын белбеу иегері. Бала барысы атағы иеленген арнайы сертификат 150 мың теңге және алтын белбеу. Бүгінгі жарыстың жеңімпаздары және де барша Бүгінгі бала барысын жеңісімен құттықтап сөзге тарттық. Дегенмен де сөзден көрі іске жақсымын деп бірақ қайырды балуан. Осы дәрежеге жеткізіп, өзінің бар күш жігермен біліктілігін оқушыға құйған жаттықтырушысы Еңбек Ақталғанына қуанышты. Енді бүгінгі сайыс қандай деңгейде өтті аға? Өзіңіз жаттықтырушы ретінде өзіңіздің оқушыңыз қандай өнер көрсетті? Сол турасында бір-екі ауыз пікіріңізді білдіріңіз. Осы сайыс үлкен деңгейде өтті. Бәрі организаторлар жақсы өтті. Оқушым 4 белдесу жасады. 4-ші белдесу өте қиын болды. Оның алдында сол Жаңақорған жігітінен ұтылып қалған. Осы жолы бала барысында өзінің деңгейін жібермеді, есесін қайтармады. Сол өзім оқушыма ризамын. Сіздер өздеріңіздер білесіздер, Қармақшы ауданынан 2 балуан Қазақстан барысы атанды. Біреуі Ерғалиев Еламан, екінші Исағалов Мақсат. Соң артынан ілесіп жатқан түлектер, осылар балдар өссе, біз бәріміз бақытты болды деп есептеймін. Міне, қала күні мерекесіне орай өткізіліп отырған дүбірлі дода өз мәресіне жетті. Бала барысы иеленген алтын тұяқ Қармақшы ауданына жол тартпақ. Жауырыны жерге тимеген Қажымұқан Мұңайтпасұлының өрімдей жас ізбасарлары көп екені бүгінгі турнир айқын дәлел келтіргендей. Қазақ барда, қазақ күресі ілгерілемесе өшпек емес.